Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге магазиннен кем түспейтін құрамы қолжетімді заттардан тұратын, өте оңай әрі жылдам дайындалатын рулеттің рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен жұмыртқамыздың үстіне шым-шым тұз салып, жайлап микселеп, қантымызды аз-аз мөлшерден сала отырып миксерлейтін боламыз. Ұнымызды дайын болған массамыздың үстіне аз-аздан қосып, лопатканың көмегімен айналдыра отырып қозғаймыз. Миксерді пайдаланбаймыз. Бисквитімізді пергаментный бумаганы төсеп, үстіне біркелкі етіп жайып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған 180 градуста пісіріп алатын боламыз. 15-12 минутта піседі. Дайын болған бисквитті шашыққа немесе пергамент қағазына салып, ыстық кезінде дереу ораймыз. Егер суып қалса, бисквит сынып кетеді. Бисквитімізді теріс жағына аударып, кремімізді салып, біркелкі етіп жағып шығамыз. Ішіне замороженный малинаны салдым. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша салмасаңыздар болады. Рулетімізді дастарханға ұсынарда екі шетін кесіп алып тастап, осындай шоколадпен әдемілеп етіп жағып шығамыз. Менде қалған кремдермен гүл етіп, замороженный жидектерімді бетіне қойып, әдемілеп қойып шықтым. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд ас болсын.